Сәлем достар, бүгін сіздермен тәбетті ашатын өте тәтті, бастысы үйдегі бар заттармен жеңіл жасалатын керемет торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны, шекерді салып араластырып, үстіне сұйық майды құйып, кішкене араластырып, оның үстіне айранды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне 2 ас қасық какао ұнтағын електен өткізіп, үстіне қамыр қопсытқыш пен ванилинді де електен өткізіп, слай саламыз. Ұнды салып, 1 келкі масса болғанша қол венчикпен араластырамыз. Дайын болған массаны табаға пергамент қағазын төсеп, құямыз. Құймас бұрын негізі табанын жан-жағын майлап алған дұрыс, жабыспас үшін массаны құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Егер шпажка құрғақ болса, онда толық піскені. Табадан ажыратып, төңкеріп пергамент қағазын алып тастаймыз. Бетін тегістеу үшін осылай пышақпен беткі бөлігін алып тастаймыз. Ол бізге қажет, соңынан бетін әрлеуге керек болады. Алып тастадық, енді коврыштың дәл ортасынан пышақпен айналдыра отырып, теп-тегіс етіп, кесіп шығамыз. Коврыштарды осылай бөлек-бөлек ыдысқа салып, кремі дайын болғанша суытып аламыз. Креміне мен варенкамен 20% қаймақты қолдандым. 30% қаймақты қолдансаңыздар өте жақсы болады, кремі ағып кетпейді. Енді осы екеуін жақсылап араластырамыз. Мен ыдыс кішігірім болғандықтан үлкен ыдысқа ауыстырдым. Негізі миксер болмаса, қол венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Бір келге. Креміміз дайын. Енді коврыштарды алып, жарты бөлігін құйып, бетіне екінші коврышты қойып, үстінен қалған кремімізді құйып, жан-жағының бәріне жағып шығамыз. Міне осылай жағып, бетіне бірінші кесіп алған коврышты майдалап, қолмен үгітіп, осылай сеуіп шығамыз. Міне осымен біздің өте тәтті, оңай жасалатын тортымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.